Сәлемдер. Менің атым Неуфер, және бүгін біз рационал стандарт көбейту тақырыбын өтетін боламыз. Және тақырып бойынша есептер шығаратын боламыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Біз тақырыпты толық дұрыстап меңгеруіміз үшін бізге бірінші формуланы жаттап алуымыз керек. Егер 10 сан мен 10 санды көбейтсек, 10 сан шығады. Теріс сан мен 10 санды көбейтсек, минус, яғни теріс сан шығады. Теріс санмен, жоқ, 10 санмен теріс санды көбейтсек, бізде теріс сан шығады, ал теріс пен теріс көбейтсек, 10 сан шығады. Ал мысалдар шығарып көрейік. Ал бізде екі мысал, минус 2 мен 18 көбейтеміз. Бір ескерту. Біз әрқашан теріс сандарды жақшаның ішіне салып жазамыз, өйткені түсінікті болу үшін. Ал кеттік. Бізде формула бойынша теріс санмен 10 сан көбейтсек, теріс сан шығады. Енді көбейтіп көрейік. 36, сонда минус 36. Ал 4 көбейтілген минус 18. Бізде теріс санмен минусты көбейтсек, теріс сан шығады екен. Бұл жерде бізде шығарып көрейік. 18 көбейтілген 4. 32, 72, минус 72 екен. Ал тағы екі мысал және есептерге көшетін боламыз. Минус 15 көбейтілген минус 6. Бізде минус пен минус 10 сан болатын. Сондықтан енді біз 15-ті 6-ға көбейтіп көрейік. 30, 90 болады екен. Минус 90. Жоқ, 90 болады жай. Ал минус 12 мен минус 7-ні көбейтсек неше? Тоже 10 сан шығады. 12-ні 7-ге көбейтіп. 14, 84. 80